Әрқашан шындықты айт, сонда ештеңені есте сақтаудың қажеті болмайды. Ең қорқынышты адамдар бәріне ұнауға тырысатындар. Адамдар терезе әйнегі сияқты. Олар күн сәулесі түскенде жарқырайды. Бірақ қараңғылық орнаған кезде олардың шынайы әдемілігі тек ішінен шығатын жарық арқылы ашылады. Кемшілігі жоқ адамдарда жақсы қасиеттер өте аз. Ақшадан басқа көптеген мәселелерде кез келген адамның уәдесіне сенуге болады. Қиыншылықтан біз күш аламыз, аурулардың арқасында біз денсаулықтың бағасын білеміз. Жамандықпен бетпе-бет келіп, жақсылықты бағалай бастаймыз. Жүктемелердің арқасында біз демалыстың шынайы мәнін білеміз. Мен адамдармен неғұрлым көп аралассам, соғұрлым олардың бір мақсаты барына көз жеткіздім. Ол зираттағы ең бай өлген адам болу. Адамның ең үлкен ақымақтығы әрекет жасаудан, сөйлеуден, мойындаудан қорқу. Біз әрқашан қорқамыз, сондықтан жиі жеңілеміз. Әрқашан тек дұрыс болғысы келетін адамдар көбінесе қателеседі. Адамның барлық қиындықтары біз пайдалануымыз керек нәрседен ләззат алуымыздан, және біз ләззат алуымыз керек нәрсені пайдаланудан туындайды. Адамдар қарапайым шындықты ұмытып кеткеніне өкінемін. Сіздің соңғы костюміңізде қалта болмайды. Ең пайдалы дағдылардың бірі барлық жаман нәрселерді тез ұмыту қабілеті. Жаныңызға түрлі қоқыстарды сүйремеңіз. Адамдар өзгермейді. Уақыт өте келе біз оларды жақсырақ танитын боламыз. Егер адам өз күнәларын көрмесе, бұл оның күнәлары жоқ дегенді білдірмейді. Бұл адамның күнәда ғана емес, рухани соқырлықта екенін білдіреді. Адам бізді ренжіткен кезде, оның өзі қатты бақытсыз болуы мүмкін. Бақытты адамдар кезекте дөрекі болмайды, көлікте ұрыс жасамайды, әріптестері туралы өсек айтпайды. Бұл оларға қажет емес. Егер тыныш өмір сүргің келсе, онда қарызға алма да, қарызға берме. Ақылды адам ешқашан үш нәрсені ешкіммен бөліспейді. Ішкі қорқыныш, өткенге өкініш, және кеш келдім деген сылтау. Ешкімге ештеңе айтпауды үйрен, сонда сенде бәрі жақсы болады. Адам даналығының 80% басқалардың ісіне мұрынды сұқпауда. Егер сіз кенеттен біреуге жаман болып қалсаңыз, онда сіз бұл адамға көп жақсылық жасағансыз. Бізге жіберілген барлық адамдар біздің бейнеміз, және олар біз осы адамдарға қарап, қателерімізді түзету үшін жіберілген. Және біз оларды түзетсек, бұл адамдар не өзгереді, не біздің өмірімізден кетеді. Ештеңені жеке қабылдамаңыз. Адамдардың айтқанының немесе істегенінің бәрі бұл өз шындығы мен жеке көз қарасының проекциясы. Егер сізде басқа адамдардың көз қарастары мен әрекеттеріне иммунитет пайда болса, онда сіз пайдасыз азаптан аулақ боласыз. Жақсы адамдар жаман адамдарға қарағанда әлсіз. Егер сіз не қалайтыныңызды білмесеңіз, сіз өзіңіз қаламайтын нәрсеге қол жеткізесіз. Тым көп адамдар өздері жақтырмайтын адамдарға әсер ету үшін тапқан ақшасын қажетсіз нәрселерге жұмсайды.